Достар, сәлем. Кеше Қазақстанда Алматы қаласында үлкен бір іс-шара өтті. Сол іс-шараға біз қатысып, Жадырамен жақынырақ таныстық. Жадыраны сіздер білесіздер көбіңіз. Кешіріңіздер, қазақ тілін онша дұрыс сөйлей алмаймын, бірақ стараюсь. Я думаю, что вы оцените. Кеше Жадырамен жақынырақ танысып, таң қалдық. Жадыраның осы бизнестегі жолына таң қалдық. Содан кейін ойладық, талай қазақстандықтар осы Жадыраны жақын білмейді ғой, Жадыраның историясын жақын білмейді. Сол үшін бүгін Жадыраны эмпирический центрге шақырып отырмыз. Жадыраға қояр сұрақтарымыз көп. Біріншіден, Жадыра мотивационная программа бойынша $5000 PV алды, Жадыра, одан кейін автобонус $5000 алдың, одан кейін 2 мәрте Қытайға путевка жолдама алған. Вот осындай әдемі қыз, серебряный лев бүгінгі таңда. Қоларстан ба? Мен кеше серебряный лев деп алған, не показалось. Қоларстан. Все, Қоларстан. Сонымен, Жадыра, қалай келдің Тишіге? Вообще, қай жердің қызысың сен? Сәлеметсіздер ме? Мен өзімді кішкене таныстырып өтейін. Қызылорда облысы Шиелі ауданында туып өстім. Қарапайым қазақтың қызымын. Отбасында ортаншымын. Әкем қарапайым жүргізуші, анам санитарлық қадағалау басқармасында фельдшер жұмыс жасады. Негізінде кішкентайымнан өзім пысық дейді ғой қазақша. Вот сондай маған простой жұмыстар, қарапайым жұмыс жасағандар ұнамайтын. Үнемі бастық болғым келіп, сондай бір басқаратын сондай істерде мен айналысқым келді. Бірақ арманым дәрігер болу, бас дәрігер боламын деп, сол оқуға түстім. Қазақ ұлттық медицина университетінің санитарлық факультетін бітірдім, дәрігерлік білімді алдым. Бірақ Теншіға, біз Тенші компаниясына анамның денсаулығы арқылы келдік. Анамда фиброзный, кистозный, кавернозный мастопатия диагноз болды. Соны Тенші өнімдерімен емдеп, 7 ай дегенде жақсы нәтиже шығып, содан мен өнімге сенім пайда болғаннан кейін, кешегінде мерекелік іс-шарада менде үміт пайда болып, сол кезде мен шешім қабылдадым. Мен Теншіда жұмыс жасаймын деп. Ол қай іс-шара еді? Қай іс-шара ол сондай? 2013 жылы февральдің 17-сі күні болды. Сонда біздің лидеріміз, Тенші компанияның қазіргі құрметті мүшесі Кенжебек Қасымхановтың бір ауыз сөзі мені осы бизнесті қолдады. Ол кісі өзі дәрігер, сахнаға шығып, менің 1 айлық табысым дәрігерлердің 1 жылдық табысы деген сөзге қабылдайды. Сол сөз мені осы бизнесқа алып келді десем болады. Қазір ол кісіге мыңдап рахметімді айтамын, және сондай мерекелік іс-шараларды өте жиі ұйымдастыру керек деп ойлаймын. Жадыра, сонымен бизнесте сен қалдың. Қалдың болғанда бастадың ба, жоқ? Ол іс-шараға кім шақырды сен сонда? Іс-шараға менің тәлімгерім Ұлтбаев Қалжан, Жайдар Күлханның екеуі, олар семейный бизнес. Қазір Алтын Арыстан, Қазір Алтын Арыстан, 1 жылдыз Алтын Арыстан. Сол кісілер мені шақырды. Мыңдап рахметімді айтамын тәлімгерлеріне. Осындай керемет мүмкіндікті көрсеткен. Сол Қасымхановты естідің, сонымен жұмыс жасаймын деп шешім қабылдадым. Ары қарай не істедің? Сразу бизнесті бастап кеттің ба? Жоқ, сразу бизнесті бастап кеткенде мен үйге келіп ойландым, қалай айтсам екен. Өйткені отбасымда білем, бұл сетевой бизнесті, яғни желілік маркетингті кәдімгі жұмыс ретінде қабылдамайтын. Бизнес ретінде қарсылық болды. Қарсылық болды. Содан кейін мен не болса да өзім жұмыс таптым деп жасап бизнесті сөйтіп бастадым. Жадыра, сонда сен қарсылықты кім көрсетті? Сен уже, получается, күйеуге тидің ғой, ол уақытта, уже? Ата-енең ба сонда? Ата-енеңе айта алмадың ба, жоқ күйеуіне, кімге ол? Үйде қарсы болғандар болды отбасында. Күйеуім бірақ қолдады, жұмыс жасай бер, мен қарсы емеспін, бірақ менің қолымнан келмейді деді. Сетевой менің қолым емес.
бірақ үйде менде қайнатам қарсы болды. Енді біз Қызылорда облысының тұрғындары болғаннан кейін бізде келін тыңдау керек, сондай ата енеге сәлем салу керек деген сияқты бізде бар. Сонда мен ол кісінің сөзін жерге тастамай бірінші кезекте мен қосымша істеп көрейін әзірге деп жүрдім. Ол кезде енді таңертең барамын, түстен кейін 2 сағатқа қайтып кетемін, қосымша жасап жүрдім басында. Содан кейін бір күні конференцияға бардым, сол кезде өзіме шешім қабылдадым. Менің уақытым бекерге өтіп бара жатыр. Мен кірісіп жұмыс жасасам менде болады. Сөйтіп үйге келіп сөйлестім. Сол кезде қайнатам айтты, олай болса сендер бөлек шығып өмір сүріңдер, өздеріңмен өздерің жасаңдар. Сен не дедің сонда қайнатаңа? Қайнатам айттым, маған 2 жыл уақыт беріңіз. Мен 2 жылдың ішінде бизнес жасаймын, құдай қаласа, нәтиже көрсетемін, бізде үйде болады, үйге саламыз, бәрі де болады деп уәде бердім. Сол 2 жылдан кейін 3-ші жыл деген кезде біз Іле ауданынан үй салып беріп алдық. Так, сөйтіп айттың, одан кейін атаң не деді? Бөлек шығыңдар деді онда, бөлек шығып, онда бизнес жасаңдар, өздерімен өздерің көріңдер, мен қарсы емеспін деп. Ары қарай Іле ауданында Өтеген Батыр кентінен офис аштым, кішігірім склад офис, сол офиста менің жұмысым басталды. Күнде таңертең менде 7 күнде менде демалыс болған жоқ. 7 күнге дейін жоспар құрып жұмыс жасадым. Бізде компанияда керемет обучениелер бар. Алғашқы сенің 90 күнің деп. Сол 90 күнге 3 айға мен жоспарды құрып, күнделікті іс-әрекетімді жасап, содан менде нәтижелер шыға бастады. Ол жаңа Сергей Логвиннің кітабы, аударылған қазақ тіліне сол кітап па? Сол кітап, Сергей Логвиннің кітабы, және менімен тікелей жұмыс жасаған тәлімгерім Бектібаев Серік мырзаға рахметімді айтамын. Ол кісі қазір Қазақстан бір жұлдызды компанияда. Ол маған жоспарды сызып көрсетті. Күндерге бөліп қоясыз, дәптері арнап, бірінші графасында күндер тұрады, екіншісінде рандевудың қанша рандеву оқыдыңыз, одан кейін графада встречи, домашние кружки дейді, кездесулер, товарооборот, контракты, телефон жинау, холодный контакт танымайтын адамдардан танысып. Сол дәптерді регистрация жасап, күнделікті өзіме анализ жасап отырдым. Бірінші айда 150 адамдарға, 150-160 адамға оқыдым, екінші айда 220 адамға оқыдым, рандеву. 220 адамнан менде бұл жерде сетевой маркетингті закон больших чисел деген бар ғой, үлкен сандар заңы. Соңында сол негізі жақсы жұмыс жасап, сол 220 адамнан бізде новичоктарға үлкен жаңағы сандардың заңын қысқаша қалай айтуға болады? Қысқаша неғұрлым көп адамға ақпарат берсеңіз, сол ғұрлым сіздің соның ішінен шығады. Айтады ғой, теңізден маржандарды іздеген кезде 100 маржанды алсаңыз, қауашағын ашқан кезде, соның ішінен 3-4 қана маржанның моншағы шығады. Сол сияқты бұл бизнесте солай. Сіз қалай сол теңіздің ерінбей қауашақтарын іздейсіз, маржанның, інжу маржанның. Сол сияқты сол інжу маржанды тапқанша бұл бизнесте солай жұмыс жасайсыздар. Сол үшін сонша көп ОПП оқыдыңыз ғой, Сонша көп ОПП оқыдым, бірақ менде ол кезде тәжірибе дейді, тәжірибем аз болды. Егер де қазір сондай 220 рандеву жүргізетін болсам, онда одан да көп бизнес адамдар қосылады. Сондықтан тәжірибені айтқан сайын, сіз өзіңіз пышақтың жүзі қайралады ғой, өткірленеді. Сол сияқты сіз айтқан сайын, сіз өзіңіз ісіңіздің маманы боласыз. Профессионал своего дела дейді, өз ісіңіздің маманы боласыз. Сонымен, сонша көп ОПП оқыдың, молодец. 223 ОПП ма? Енді 223 көп емес, ол күніне 6-7 адамға ғана ақпарат берсеңіз болды. Кейде сол 6-7 адам толмай қалса, мен магазиннің ішінде бізде офис болды, соларға айтам, мен бүгінгі статистиканы орындауым керек, келіп просто тыңдаңызшы. Уақытыңызды бөліңізші, 10 минут қана, просто тыңдасаңыз болды, мен бүгінгі күннің жоспарымды орындауым керек деп. Бұл нені әдісті мен Будда Шефердің кітабы бар ғой,
сонда оқысаңыздар, сонда күніне 10 горохты салып алады, 10 адамға ақпарат бермей, ана 10 горох қалтасынан түскенше ол үйіне кірмейді. Үйіне кірмейді. Сіздер де оқыған шығарсыздар, білесіздер ғой, сонда 9-ы кетіп, біреу қалып қойса, түнгі 10 болса да кафеге барып біреумен сөйлесіп, жаңағы өзінің ақпаратын беріп, бөлісіп, сол адамға ақпарат беріп, барып үйіне кіреді. Сол сияқты өзіңізге сондай бір жоспар құрсаңыз, мақсат қойсаңыз, күнделікті іс-әрекет жасасаңыз, әр адам оны жасай алады. Бірақ по-моему сол 223 ОББ оқып жүрген кезде сен бір премия алдың, иә? Қандай мақсатты қойып едің сол кезде? 223 ОББ-да менде 2 белсенді адам шықты, дистрибьютор. Оның біреуі Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданында жұмыс жасап жатыр қазір, сол ауданның тұрғыны болып шықты. Енді бір адамым кейіннен семьялық жағдайлармен қазір жұмыс жасаған жоқ. Енді сол адамдардың ішінен премия болған кезде бізде былай болды. Үржарға барып мен бірінші мотивационный программа бойынша путевканы жасадым. Так. Бірінші путевкам до прихода жаңағы неге грецке дейінгі жұмысымда болды. Екінші путевканы Үржарға барып жасадым. Одан кейін Қытайдан келгеннен кейін мотивациялық программа шықты. 7 жұлдызды жапсаңыз, бізде $20,000 тағырбұрат жасап, $5,000 премия алу деген. Мен соны мақсат қылып қойдым. Қайтсем де $5,000 премияны алуым керек. Мен сенбейтін, маған сенбей жүрген адамдарға соған дәлелдеуім керек деген. Мен жауапкершілік алдым, жасаймын деп, соны орындауым керек деген мақсат болды. Сол мақсатты іске асыру үшін мен $5,000 премия мақсат қойып, соны алдым. 1,225,000 теңге болды. Сол кездің конкурсы бойынша. Үлкен сахнаға шыққан шығарсың сол кезде, иә? 2016 жылы жастар командамен флешмоб жасаймыз, соның ішінен жастар сөйлеткен кезде мен 3 адамға сөз берілді, соның бірінде менде ютубта выступление бар. Сол кезде выступать еттім. Ютубта көрмеппіз, ютубты көріп Луиза Орынбетова түсіріп, ютубқа салып қойған. Ахметова Жадыра перезагрузка десеңіздер, ютубқа шығады. Тағы да бір, по-моему, сен бір 30 адам ба жазып бір какой-то премия алған сияқты едің? Енді ол ең бірінші теншіді бастаған кезде мен бізде мынандай программа шықты, 30 адам тіркейсің, әрқайсысы $300 болу керек деген. Сол $300-дан 30 адамды 1,5 айда тіркеп, $1,845 сол кездің курсы бойынша айлық алып, Қытайға бірінші путевканы сол кезде ұтып алған. Қытайға барған кезде біздің компанияға бардың ғой сонда, иә? Индустриальный парк бар ма еді кезде? Индустриальный парк бар. 2013 жылы Қытайға барған кезде көрдім, өте керемет әсер алдым. Базаның бәрін көрдік. Ол кезде 50,000 адамға конференция болды. Дүние жүзі бойынша номинациялар шықты. Менің сол кезден тәлімгерім Ұлтбаев Қалжан мырза ең бірінші сол машинасын алды. $25,000 машинаны алып, сол кезде Қазақстанның атынан қазақша шапан киіп, қазақша қалпақ киіп, қазақтың туын ұстап, сөйтіп сахнаға Қазақстанның атын шығарып, шығып, біз құттықтағанбыз. Сонда Қытайдан қандай оймен оралдың сен? Қытайға барып келгеннен кейін менде мықты бір энергия пайда болды. Сенім пайда болды. Біріншіден өзіме сенім пайда болды. Екіншіден компанияға дейін сенім пайда болды. Себебі сондай алып компания, сондай керемет подарок сыйлықтар беріп жатыр. Және надежный дейді ғой қазақша. Өте сенімді және болашағы зор компания екеніне тағы да көзім жетті. Сонда ойладым, ішіме шешім қабылдадым. Қандай нәрсе болса да мен теншімен біргемін. Қандай жағдай болмасын, теншіда мен барлық арман мақсаттарымды іске асыра алатыныма көзім жетті сол кезде. Енді сенің историяң мықты екен, действительно. Енді қара, атаң қашан қазақша сөз таппайды, признавать етті. Қашан? Признавать етті дейсіз, дұрыс айтасыз. Негізінде ақшаң болса, сені признавать етеді. Айналып келгенде үйдегі ұрыс-керістің барлығы,
жетіспеушілік, жаңағы тойға барайын десең де ақша, құдай тамаққа барайын десең де ақша деген сияқты ғой енді. Сонда мен ақша таппаған кезде мен тойлардың списогында болған жоқпын. Келіндерді жаңағы бір қолдығын ұстайсың, сен соның подаркасын аласың, сыйлығын аласың деп. Сөйтеді ғой. Құда жолға қосып, сен артынан барасың, қыздың артынан барасың деген сияқты. Мен ақша таппаған кезде ол списокта мен болған жоқпын. Енді болдым, бірақ аз болдым. Ал енді табыс тапқаннан кейін ол списоктың бәріне қосылдым. Содан кейін айтайын дегенім, қай кезде мойындады. Ең бірінші 5000 премия алған кезде, мен 5000 премия алған кезде визуализация жасап, алып атқанды, көріп атқанды, сол сенбейтін адамдардың қасында жүргенін, соның бәрін көріп жасадым. Сонда 5000 алғаннан кейін атам көрді, маңдайымнан сүйіп, 5000 теңге сүйіншісін беріп, сол жерін дұрыстап айтып берші. Атаң саған, по-моему, бірінші қолым тимейді деп айтты. Мен хабарласқан кезде мен бір шаруалармен жүрмін, әзір келе алмаймын деді. Жарайды деп ештеңе айтқан жоқпын, телефонды қойып қойдым. Сонымен банктен ақшаны алып, анам екеуміз дистрибьюторларым бар, ақшаны алып, сервис центрге барып, суретке түсейін деп. Сонымен сервис центрдің қасына келіп қалсам, қарап қалсам, мұндай жерде парковкада машинасы тұр екен. Атаңның? Атамның. Аха. Соны қарадымда, ой, ата келіңіз деп шақырып, ол кезде жаңбыр құйып тұр, 16 июль 2016 жылы қатты жаңбыр жауды болған. Сонда суды кешіп шықты да, кошелегінің портмонесінен 5000 теңге алып, сүйіншімді беріп, мен сумканың шетін ашып қана көрсеттім. Ойбай, салып қойған ақшаңды бір көріп қоймасын. Бұндай ақшамен пачкемен жүруге болмайды көшеде. Қалай жүрсің, қорықпайсың ба деп. Сонымен алып, 5000 теңге маған беріп, маңдайдан сүйіп, менің малтапқыш келінім менің деп, солай признание болған. Содан кейін үйіне шақырып, ол ақшаны долларға айналдырып қою керек. Қазір сендерге машина керек жоқ, қазір үйлерің жоқ, үйге жинаңдар деп ақылын айтып, үйіне шақырып алып, отырғызып қойып, менен сөйлесіп, сондай әңгіме болған. Сендерде самый главный, получается, атаң ғой, Самый главный үйде атам. Енең не деді? Енем қайтыс болып кеткен, бұрын боднелік болып кеткен. Атам, қайынатам ғана бар қазір. Сол үшін атам. Обычно апалар главный болып жүрді. Ясно. Енді визуализация дедіңіз. Визуализацияны қай жерден оқыдың ба, жоқ, тәлімгерлерің айтты ма? Ол қайықтан келген саған навык? Визуализация, әрине бізде Тинши компаниясына обучениелер, оқыту жүйесі өте мықты. Сол кезде кітаптар бар, ай сайынғы системаның өзінің кітаптары бар. Мұнда Джон Кихоның «Подсознание может все» деген кітап бар. Сол кітапты оқығаннан кейін мен визуализацияның не екенін терең түсіне бастадым. Бірінші кезде визуализация түгел дұрыс болған жоқ. Қазірдің өзінде мен сонымен жұмыс жасаймын әлде. Оны күнделікті жасаған сайын ол дами береді. Бірінші кезде жасаған кезде мутный, ешкімді көре алмайсың. Просто ойлайсың, бірақ ештеңе көрінген жоқ. Келе оны жасаған сайын біздің түп сана дейді, түп санамыз, подсознание. Сол жақсы терең жұмыс жасай бастайды да, сіздің бұл керемет бизнес инструмент, керемет мықты инструмент, соны тек пайдалансаңыз, өміріңізде көп нәрсені іске асыра аласыз. Жадыра, визуализацияны қалай жасайсың? Визуализацияны кәдімгідей таңертең, сосын кешке 10-15 минут қана, 10 минут әрі кетсе уақыт кетеді. Көзіңізді жұмып, терең демалып, тыныс алып, денеңізді босатып, содан кейін музыка қосып қойсаңыз болады. Музыка қосуға ыңғайлы болмай қалса, просто көзіңіз жұмып, медитация жасайтын жаңағы позада отырып, өзіңіз нені қалайсыз, соны точ-по-точ нүктесіне дейін елестетуіңізге болады. Енді бәрі бірден болмайды, әрине. Елестеткен кезде, бірінші кезде онша болмағанмен, кейін келе тәжірибе артқан сайын ол да анық бола береді. Сен қанша жұлдыздан бастап соны бастадыңыз?
Визуализацияны маған келгеннен бастап тәлімгерім айтты. Күнде арманымды ойлап жат деді. Бірақ мен соны әсіресе мына $5000 премия алатын кезде маған қатты қажет болды. Қатты дәлелдеу керек болды. Сол кезде мен шынымен соны қолдандым. Бірақ мен сол мына Ченшиға келіп біз жетістіктерге оқыту жүйесіне қатысып біз біліп жатырмыз ғой осы визуализация туралы. Бірақ бұны мен бұрын пайдаланған екенмін. Оны қай кезде пайдаландым? Мен бірінші оқуға тапсырғанда бірінші оқуға түспей қалдым. Санитарный факультетке тапсырған жоқпын, ол кезде педиатрияға тапсырғам. Бірақ менің сұранысым сол кезде кішкентай кезімде сұрап қойдым, мен санитарияның бас дәрігері боламын деп. Сонда мен бір кісі жаңағы дайындап тұрған бір кісі айтты да, сенің балың жетеді ғой, сенің білімің бар, давай сен педиатрияға тапсыр. Түспей кетсін деді. Бірақ мен сол педиатрияға тапсырдым. Бірақ енді менің сұранысым о бастан санитарный факультет болғасын түспей қалдым деп ойлаймын мен сол кезде. Сонда кейіннен қайтадан документімді алып алдым да қайтадан тапсырдым. Сонда маған менде 1,5 ай ғана срок болды. Оқуға түссем түстім, түспесем қайтадан жаңағы оқуға барып оқуым керек болды. Өйткені мен Қазақ-Түрік университетінде Түркістанда экология факультетінде уақытша оқимын деп шешім қабылдап үйде отырған. Сонда мен күнде таңертең ұйқыдан тұрып 4-тен тұрып тестке дайындалдым. И сол визуализацияны сол кезде айтайын дегенім бұл жерде. Сол мына сіздің санаңыздағы түп сананың жаңағы сила мысли дейді, соны мен сол кезде білдім. Күнделікті нені сұрайсың Құдайдан? Шынымен сұрасаң, шынымен тілесең, шынымен жазып қойсаң, сол нәрсең болады. Сонда мен газеттен жаңағы Асенбияров университетінде оқыған студенттердің суретін қиып алып, лекционный залда тұрған соны мен жастығым астын басып ұйықтайтын. Тура сол жылы грантқа 8-ші орынға мен түстім. Сонда мен бұндай визуализацияның несін жаңағы білімін білмейміз ғой. Соны мен сонда интуитивно соны қолданғансың ғой. Соны мен ойлаймын, жаңағы бұрын біз соны қолданған екенбіз, бірақ соны керемет инструмент екенін білмейді екенбіз. Сол үшін егер кімде-кім мені шынымен қалайтын болса, шынымен сұрасаңыз, визуализацияны жасасаңыз, бұл өте керемет инструмент, сила мысли. Соны пайдалансаңыз, бұл бизнестің 80% сіздің ойыңызға, сіздің сеніміңізге байланысты. Ал 20% бұл әрекет. Әрине әрекетсіз ештеңе болмайды. Бірақ ең бірінші соны сенімді түрде жасап, сіз жоспар құрып әрекет жасайтын болсаңыз, онда сізде 100%, даже 200% сіз асырып орындайсыз мақсатыңызды. Жадыра, анау кім екінші ножкаң бар ғой сен кеше айттың ғой сен. Берканова Зина, Қазақстан бәрі біледі. Мен лично ол кісімен танысқам, действительно лидер. Сол кісіні қалай жаздыңдар, сен сразу жаздыңдар ма? Жоқ, Берканова Зина, получается, екінші ножка. Берканова Зина менің анаммен санэпидстанцияда жұмыс жасаған 25 жыл. Енді ол кісіні бұрыннан анам таниды. Өнімді бұрын ішіп жүрді. Дополнительно жаңағы қосымша денсаулыққа пайдаланып жүрген. Бірақ бизнесқа кіріскен жоқ. Ол кісіге біз бизнесті айтқанымызға 3 жыл уақыт өтті. 3 жылдан кейін денсаулығы сыр беріп, бронхиальный астма 28 жыл ауырып бронхиальный астмамен, гормональный нарушение дейді ғой, гормондық бұзылыстар болып, 100 килограмм салмақтан бізде программа детоксикация деген бар, сол детоксқа келді. Бірінші детоксикацияның өзінен ол кісі 5 келі салмақ тастап, одышка дейді ғой, тұншығуы басылып, жақсы болғаннан кейін, сосын айттым, мен мына детоксты пайдаланайын. Қанша айналамда адам жүр, солардың барлығына көмектесейін. Таныстарымның бәрімен халыққа көмектескім келеді деп ол кісі айтқаннан кейін, сол детокс программасымен қазір жұмыс жасап отыр. Өте керемет. 7 жұлдызды қанша уақытта жапты? 7 жұлдызды Берканова Зина 1,5 айда ғана орындады. Қазір золотой треугольник дейді, алтын үш бойынша $1000 3 премиясын алып жатыр. Амон бірінші айлығы қанша болды? Бірінші айлығы 1,5 айда 1,200,000 теңге табыстапты. Біздің маркетинг план бойынша негізі аптасына 1,5 миллион алатын. Енді ол кісі 1,5 айдың ішінде келесі алып 1,200,000 теңге табысқа шығып, лайфстайл жүйесінде рекорд жасады десем де болады. Действительно рекорд жасады. Қазір Таиландқа бар жатсыңдар ғой, Құдай қаласа Таиландқа барамыз.
путевка подарок жаңағы сыйлық жасадық Берканова Зинада. Енді ол кісі осы 7 жұлдыз тез жапқан үшін, иә? 7 жұлдыз тез жапқан үшін, және ол осы сентябрь 42 айында Құдай қаласа 8-ді жабады. Соған біз жоспарлап ақыры жабайын деп тұр ғой, жетісіп тұр ғой, объемы кішкене қалып тұр. Соны жасайды деп біз путевкасын жасап жүрдік. Құдай қаласа қазір 8 жұлдызды жабатын болса, қанша айда жабайын деп тұрсың? 8 жұлдызды 10 айда жабайын деп тұр ғой. Супер. Ноябрьде бастады, ноябрьдің 14-інде бизнесті. Где-то 10 ай болады. 10 ай. 10-11 ай болады. Мықты результат. Жадыра, кеше сен айттың бір 3 сөйлем бар, айнаға қарап айтамын дедің ба? Иә. 3 сиқырлы сөз дейді, ол тренинг ретінде өзіңізге күнде жасасаңыз болады. Ұйқыдан тұрасыз, таңертең айнаға қарайсыз да, сенің қолыңнан келеді Жадыра деп өзіме айтамын. Жадыра, сен қандай? Менің айтатын сөздерде былай мынандай сөз бар. Менің кешегі күнім керемет болды. Бүгінгі күнім одан да керемет. Сенің қолыңнан бәрі келеді Жадыра, сен мықтысың. Осы сөзді мен күніне жүрген сайын қайталап жүремін. Қанша мәрте кеше айттың? Күніне 150 рет, 150 рет қайталасаңыз, әр кетсе сізде где-то 10 минуттай уақыт кетеді. Бірақ 10 минут уақыт кетірмей-ақ, өзіңіз жүріп-ақ қайталап жүрсеңіз болады. Қазір мында электронный тәсбих шыққан. Тәсбих, иә? Иә, басып қойып айтасың да 150 мәрте. Әйтпесем былай айтсам, кейде ұмытып кетесің, келе жатасың, басқа нәрсе ойлап кетесің. Соны өзгертуге болады. Иә, болады. Екінші сөз болады ғой, мысалға, жасай алмай қалам ба деген сіздің өзіңізде ондай сомнение болады, күдік болады. Сондай күдік пайда болып қалған сәтте айтасың, бұл да сенің қолыңнан келеді. Соны айтамын, Жадыра, негатив ойлама, бұл да сенің қолыңнан келетін дүние деп. Сен, по-моему, осы техниканы екінші кеше айттым, 15.000 доллар премияға шығатын кезде 10.000 PV объем жасалды, ал тағы да 10.000 доллар жетпей тұрды. Так, сөйтіп бүткіл жаңағы осы бізді нені визуализация жасадым, алып атқанымды үмітім үзген жоқ жасадым. Сосын именно осы техниканы қолдандым. Сосын болмай қалады-ау деген күдік пайда болған кезде, мысалға, или болмаса бір нәрсені жасайсың, кішкене ойлайсың, дұрыс болмай қалады. Ол кезде айтамын, тағы да әліппеде айтады ғой, тағы да байқап көрші, сенің қолыңнан келеді деген сияқты. Сол сияқты сенің қолыңнан келеді, орысша айтқанда попробуй снова. Просто попробуй снова. Болмаса, тағы да жасап көр, бұл сенің қолыңнан келеді. И сонымен қысқа мерзімнің ішінде сен тағы да 10.000 PV жасадың, е? Бір апта қалған кезде 7.000 доллар товар жасалды. Бір күн қалған кезде 3.000 доллар товар айналым түнгі сағат 23:00-де жасап, отчетқа жаттық. Сөйтіп, бірінші мотивационный программа мен солай келді. Осы техникалардың бәрін қолданасың ғой сонда? Осы техникалардың бәрін қолданам. Сосын мен үнемі работа над собой деді, өзіңмен жұмыс. Сосын подсознанияны соған сендіру. Енді, мысалға, бізде маркетинг план бойынша бар қазір. Аптасына 1,5 миллион теңге, айына 6 миллион теңге. Вот сол 6 миллион теңгеге өзіңді сендіріп жұмыс жасалады. Жадыра, сенің бір осы карьераңда бір өкінген жерлерің бар ма? Әттең осыны бір бекер бүйтіппін, бекер сөйтіппін деп, немесе уақыт жоғалтыппын деп деген бір сондай кезеңдер болды ма? Карьерада, қай карьерада? Тенші карьерасында. Енді уақыт жоғалтқан кезім, мен жаңағы ертерек шешім қабылдамай айтпай жүрдім ғой біраз. Мен тенші істейін, маған рұқсат беріңдер деп, мен ертерек айтуым керек еді. Сөйтіп кірісуім керек еді да, где-то бір жыл 7 ай, 1,5 жылдан аса мен уақытымды солай жоғалтып алдым. Сол кезде сен, получается, мен теншіні істеймін деп айтқан жоқсың? Жасырып жүріп істедің ба сонда? Басында бастаған кезде 6 ай мен айтқан жоқпын. Сосын Қытайға путевканы алдым ғой, 30 адамды жаптырдым $300 доллардан. Содан кейін теншіді айтқаннан кейін үйге келіп, ол кішкене
жаңағы үйден шығармай рұқсат етілмей сондай болып қалды. сол кезде уақыт жоғалттың ғой, Сол кезде мен 1,5 жылдай уақытымды жоғалттым. Ал содан кейіннен өзім жеке шығып жұмыс жасағаннан кейін қайтадан басталды. 2 жылдай уақытым жоғалды десем де болады. Енді мен білем, сәл сенің күйеуің сәл қарсы болды. Бізде мысалға қазір көріп отқан көп қыз-келіншектер бар. Бұл проблема көп қыз-келіншектердің басында бар десем болады. Сен қалай, орысша айтқанда, как ты сохранила семью? И бизнесті де жасап үлгердің, и семьяңды да жаңағыдай, в общем, вы поняли. Түсінікті. Да, сохранила семью. Бізде айтады ғой, кітап оқысаң өсесің, мынандай жақсы кітап бар, Хопонопоно «Жизнь без ограничений» деген. Джо Витали. Егер сол кітапты оқысаңыздар, бұл жерде через благодарность арқылы қалай айтсам екен, любой проблема мәселені шешуге болады. Сосын тағы да бар ғой, әйелдердің өзі айқайлап жатсаң демейсің, өзің просто мимо құлағыңның несінен пропусти, немен жүресің сөйлейсің, бірақ жаймендеп көндіріп аласың да өзіңнің айтқанын жасайсың. Ондай да бар. Давай конкретно. Вот Хопонопоно. Күйеу қарсы. Ойбай істемейсің дейінші. Бармайсың. Ал немесе ұрсады. Не істеу керек? Сол моментте не айту керек? Хопонопоно бойынша не істеу керек? Хопонопоно бойынша 4 сөз бар айтады. Так. Білесіздер, я люблю тебя, спасибо тебе, мне очень жаль, пожалуйста, прости меня. Осы 4 сөзді сіз ішіңізден қайталай бересің. Сөйтесіз да визуализация. Келісіп жатқаныңызды, жаңағы сізге рұқсат беріп жатқаны, просто визуализация жасап, енді әрине бәрі бірден болмайды. Енді бұл жерде тоже шыдам керек. Бәрі идеальный емес. Тоқтамай істей беру керек. Сол ашуы басылғанша, пока побудьте дома. Үйіңізде бола тұрыңыз. Болмаса қазір Инстаграм бар ғой, телефон бар. Телефонмен жұмыс жасай беріңіз. Сосын қайтадан жаймендеп, уже өзің несіне келгеннен кейін, жаймен қайтадан шығасыз. Бірақ айтасыз ғой, представь, мен қазір жұмыс жасамай қалдым. Енді 5 жыл өміріміз өтті ғой, допустим, мысалы 10 жыл өміріміз өтті. Ештеңе өзгерген жоқ. Енді представь, өз көзіңе елестетші, 5 жылдан кейін сенде қандай машина болды? 5 жылдан кейін біз жұмыс жасамаймыз, шетелдерге қыдырамыз деп кішкене арманға кірістіріп сөйлесу керек. Бірақ мынау техника Хопонопоно 100% жұмыс жасайды. 100% жұмыс жасайды. Сен айттың ғой бағана, екеуміз біраз өсек соққанбыз за кадром. Сол кезде Жадыра айтады, үйге келе жатқан кезде көзімді жұмып. Благодарность айтамын. Осындай күйеуімнің барына шүкір, баламның барына шүкір деп, кәдімгі қазақша благодарность. Ризамын бәріне. Үйге келем дейді, қазір үйге келем. Сөйтіп күйеумен күліп қарсы алады дейді. Сөйтіп тату өмір сүреміз деп сөйтіп визуализация жасайды екен. Қандай керемет, мен 100% жасайды. Жадыра, тағы нені ұмытып кеттік біз? Бәрін айттық, Бәрін айтқан сияқтымыз, Енді сенің тәлімгеріңнің бір ойда қалған какой-то бір выражениесі бар ма? Саған қатты жүрегіңе постоянно сен соны ойлап жүретін. Өйткені любой тәлімгер сондай бір какой-то напутствие айтады ғой. Мен енді тікелей жұмыс істеген тәлімгерім Бектібаев Серік мырза. Ол кісі айтады, ол былай болған ғой, мен көргенде обучениелерден, сонда Қалжанаға айтыпты, Бұқпай Қалжанға. Ана кішкентай Жадырадан бірдеңе шығады. Соны оқытып үйретіңдер, содан бірдеңе шығады деп айтады екен. Сосын кейіннен Алматыға келгенде жаңағы олар Қызылордада болды да, мен жаңағы Алматыда болғаннан кейін тікелей жұмыс жасадым. Серік мырзамен ол кісінің айтатыны, любой нәрсенің бір шешімі болады. Шешілмейтін дүние жоқ. Тек қана соған сену керек болатын.
содан кейін қандай нәрсе болса да ол кісі дисциплинаны ұнатады, военный болған ғой білесіздер. Айтқан нәрсені жасайтын дистрибьюторлармен жұмыс жасайды. Мысалы бүгін айттың, тапсырма бердің, арманыңды жазып кел, мақсатыңды жазып кел, ертеңге встречаға да кездесуге адамдарын дайындап кел деп. Сондай қылып орындаған адаммен жұмыс жасайды. Ключевоймен, иә. Сонда айтатыны қандай нәрсе болса да тек қайтпау керек. Ол кісі енді сондай военный, әскери, сондай дисциплинасы мықты кісі. Сен бүгін орындамай келдің ба, ертесіне ол сізбен сөйлеспейді. Серік аға дайындалыңыз, сізді де шақырамыз енді. Мен тағы да бір нәрсені айтуды ұмытып кеттім. Бізде мотивациялық программа бойынша біз қазір аналитикамен жұмыс жасаймыз. Исаева Дүйсенкүл 8 жыл дистрибьютор. Менің бір активный бизнес әріптесім десем болады. Жұмыста Исаева Дүйсенкүл апай деп айтамын. Иди анашым. Енді алтын бұрыш, үш бұрыш бойынша біз есептедік мотивация программа шыққан кезде. Дүйсенкүлдің бірінші номеріне $1000 премия шықты. Дүйсенкүлдің екінші 7 жұлдызды жауап болған $1000 премия шықты. Жоғарыдағы жадыраға $5000 автобонус. Және содан кейінгі 2 ай қатарынан Исаева Дүйсенкүл $1000 тағы да 2 премия алды. Сонда запланировали, да? Общий 12 000 PV премия шықты. Тек бұл айлығымыздан бөлек. Соны, получается, сен бірінші пландастырдың. Мотивациялық программа шыққан кезде структурамды аштым да, кімге қалай жетпей тұр, кім $1000 жақын болып тұр, кім жетуіне жапса $1000 алайын деп, соның бәрін қарап, сосын солардың бәрін есептеп, соны жоспар қылып, жазып қойып, сосын $1000 сурет алған адамдардың суретін шығарып, өзіміз сол суретке қойып қойып, сөйтіп тоже визуализация. Жұмысқа қойып қоясыз, үйіңізге киім ілетін шкафыңыздың сыртында тұрады, қай жеріңізге қойып, холодильниктің сыртында. Күнде сол сурет қарайсыз, сонда анам айтамын ғой, мама сізге $1000 деген өзгерту керек, 5000 қойып қою керек. Өйткені $1000 сіз сурет алып тастадыңыз уже. Енді Құдай қаласа, ол кісі күзде сентябрьде қыркүйек айында бронзовый Polaris'тан сатылсын жабады. 2 аяғы, 2 ножкасы дейді. 2 дистрибьютор соған келіп тұр. Құдай қаласа 5000 автобонустың иегері болады. Аллаға мың қатар шүкір. Жасы 62-де пенсионер. Денсаулықпен келген, серьезный диагнозбен келіп, қазір бизнес жасап. Қазір бизнес жасап жатыр. Ол кісі келген кезде маған просто көмектесейін деп ойлағам. Бизнес жасайын деп ойында болған жоқ. Просто қызымның қасында көмектесейін, өйткені мені 100% қолдаған бірден бір кісі сол анамның табақы. Ол кісі сен регионда жүргенде? Мен регионда жүргенде менің баламды қарайды. Үйдің анамын осыны реттеп қояды. Офиста, Брестегі офиста, Илийский райондағы офиста сол потребитель тұтынушылардың бәрін өнімді береді. Қазір сабақтардың бәрін үйреніп, бизнес жасап жатыр қазір. Барлық обучениенің бәріне қатысады. Вообще негізі айтады ғой, если даже весь мир против, то один человек всегда будет сзади. Сіздің анаңыз сізді қолдаған. Сол үшін қолдайтын аналарыңыз аман болсын. Қолдаса да, қолдамаса да аман болсын аналарыңыз. Так, Жадыра, соңғы сұрақ. Тағымыздан тұтқалым. Біздің көрермендерге не айтасың? Түкпір-түкпірде сені көріп отыр қазір. Құрметті қыз-келіншектер, үй шаруасындағы ханымдар, бұл бизнесті Алла тағала бәрімізді шексіз жақсы көреді. Бұл бизнес тек қана білімді, білу керек емес, ештеңе білмесеңіз де жасай білетін бизнес. Және де ең бастысы өзіңізге сенім керек. Содан кейін жақсылап мақсат қойып жоспар құратын болсаңыз, сізде бәрде болады. Сұрағым есіме түсті, Жадыра. Енді қазір қандай пландар сенде? Қандай план құрдың? Жоспарым, иә?
мен жоспарым айына 6 миллион теңге табысқа шығу. Енді соған қазір жұмыс жасап бастадым. Кешегі авторлық мектептен басқа спикерлерді тыңдап, өзіме түнімен жоспар құрып, жаңағы мақсат қойдым. Құдай қаласа, алтын арыстан сатусын жауып, 6 миллион теңге табысқа шығу. Соны мақсатқа қойып тұрмын. Қазір мақсат